Бүгін 1 наурыз алғыс айту күні. Жер арқасы жібіп, көктем шуағына бөленген күнмен қатар келетін мерекені бұл күнді тарих тоғыстырған түрлі этнос өкілдері қиын қыстау заманда өздерін жатсынбай бауырына басқан қазақ халқына деген шексіз алғыстарын білдіретін күн деп есептейді. Баршаңызды бүгінгі алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мереке қиын қыстау жылдары қазақ халқының көрсеткен қамқорлығы мен мейірімділігінің ұмытылмайтынын білдіреді. Алғыс айту күні ортақ тарихымызға көрсетілген құрметтің, бүкіл қазақстандықтардың өз шаңырағына айналған киелі қазақ жеріне деген ризашылықтың белгісі. 1 наурыз күні біз жалпы халықтық мереке алғыс айту күні атап өтудеміз. Бұл мереке біздің ортақ тарихымыздың символы, Қазақстан халқының жалпы ұлттық бірлігінің құрметі мен ынтымақ күні. Қара жер жаралғалы қазағымның, шын сүйіп шын түсінген азабы кім? Жүрекке қол дейіп ниет қылдым, жеті деп тарихымды жазады күн. Тағдырды Алла ғана нәсіп етіп, тарихты тұлға қала жасай алмақ. Жанардың жәудіретін нұрын ала, бұл күнді күтті қанша ұлы дала. Қазаққа дархан рахмет, салт санасын сіңірген, жеріме байтақ рахмет, таза ауа үшін сімірген. Барша әлем саған рахмет, әр күнім үшін кешірген. Жер анамыз жасайды тарлық күнге, кетпеу үшін мәңгілік қалғып дінде. Қайталанып жаңарып айтылады, бейбітшілік дегенсіз барлық тілде. Алғыс айту күні қазақ халқының дархандығы мен даналығын көрсететін айтулы күн. Бүгін бұл мерекенің кең ауқымды мән мағынасы бар. Қазақстандықтар осы күні бір-біріне, әкеге, ағаға, әпкеге, інеге, ұстазға, елге, өмірге өз ризашылығын білдіреді. Құрмет көрсететін ерекше күн.